Мама, маған мынандай ата берші. Қайтейін деп ең атты? Мына бала сияқты мініп алып шауамын ғой мен. Ай, бар ғой үйде ат. Қайдағы ат? Ай, жатыр ғой мына ат. Ойбай, ол біздің папа ғой. Ай, жұрттың осы папалары балдарына ат болып ойнатады ғой. Жатыр ғой азаннан кешке дейін жұмыссыз 3 мезгіл жем жеп. Әдей істемей жатырмын ба жұмыста? Жоқ болғасын жатырмын ғой. Бір үйге бір ат жетеді. Күндіз сен мінесің, түнде мен мінем. Атпыш. Газетімді оқып алайын. Ой, атпыш. Ой, сен де бір Так, аға лейтенант Қалыбаев, құжаттарыңыз. Причина остановки. Ау? Причина остановки. Жоқ, мен сізді тоқтаттым, құжатыңызды беріңіз деп жатырмын. Жоқ, не себеп тоқтаттыңыз? Не үшін тоқтаттыңыз? Құжат тексеру үшін. Жоқ, не үшін тексересіз? Сіз 32-ші бап 2-ші тармақты айтып беріңізші маған. Қанша? 32-ші бап 2-ші тармақты айтып беріңізші маған. Сіз өзіңіз білесіз ба оны? Жоқ, сіз білесіз ба? Соны сұрап тұрмын ғой. Мен білем. Оны мен білем. Енді сіз білесіз ба? Мен соны сұрап жатырмын қазір. Сіз білсеңіз айтсаңызшы. Не деген ол? Не дегеніңіз? Мен сізден сұрап тұрмын ғой. Сіз осы істің осы жұмыстың маманысыз ғой, сіз айтып берсеңізші маған. 32-ші бап 2-ші тармақ не деген? Қазір. Құрметті жүргізуші, жолыңыз болсын. Бастық кете берсін деді. Бәрі дұрыс деді сізде. Сіз ана 32-ші бап 2-ші тармақта не деп айтқан соны айтып берсеңізші маған. Жоқ, негізі қатты айтқан. Қатты айтып берген. Оны сіз естімей қойыңыз. Жолыңыз болсын. Нұрхат, шынымен ол баптан не айтқан? Білмеймін, бар ғой, кеше ютубтан көргем. Блогерлер айта салды ғой. Бала, бері қара. Мен саған әкелік ақылым, ана үйленейін деп отқан келінге әлден жан деп айтпашы, естің ба? Не қылады екен? Нағылады екен не? Мына әкең кезінде қандай еді? Сөзім сүйектен өтетін еді. Кәдімгі әлемді тауды қопарып жүретін жігіт едік. Сол шешеңе бір ауыз жан деп айтам деп, әлемді өзгерткенін қалай тұрсын қазір? Телевизордың каналды өзгертуге шамамыз келмей қалды. Не қылады екен әке, сізді үйде отырып аластағыны? Әдем сөз ғой, жанышқы, бәрі айтады ғой. О, шешеңнің тыңдап алам бір ақылын, әкеңнің айтқан сөзі ол нақылың. Қызыңды сыйлап жүрсең бұл өмірде, енеңді сыйлайды екен өзіңді де. О, шешеңнің ағасы болады саған нағашы, жақсы болса нағашы, жайқалып тұрған ағашың. Көлбай ата? Жүрші ана, ақылсынып әшейінде бізді приказ етіп отыратын Көлбай атаңды барып прикол ұстайық, жүрші. Ассаламағалейкум. Қалайсыз Көлбай ата? Көңіл күйлерің жақсы ғой? Жақсы. Көлбай ата, біз сізге ризамыз да. Жүрген жеріңізде арақты жамандап. Енді дұрыс қой. Енді сізді соншалық жақсы көргеніміз, біз өлең шығардық қой сізге. Бұл өлең ұрпақтан ұрпаққа кетеді. Айш. Кім екен бұл арақты жаман деген, артын қысеп жүрмей ме адам деген? Тоқта, бұның соңына дейін оқымайсың ба? Жоқ, болды, осы бітті. Бітті бұл. Тоқта, қайтылашы мен аржанды екі қатар мен айтайын. Кім екен бұл арақты жаман деген, артын қысеп жүрмей ме адам деген? Ешақтың сідігіне тойып алып, өлең жазған ақынды надан дерем. Ақсақал, ұялмайсыз ба? Ешақтың сідігі деп. Не бопты? Аттың сідігі десеңіз болады ғой?
Өй қойыңшы, аппақ сақалыңыз. Ренжіп қалдың ма не? Сорлы. Шошқаның сідігі демегеніме қуансаңдар сендер. Қатырдым деп тұр ғой мен де. Аридашым, 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 аридашым. Не болды өкіліп? Бардың ба? Бардық. Қабылдады ма жұмысқа? Қабылдады. Азында жұмысқа шығасын дейді. Бәрекелді. Бармайын бірақ мен. Неге бармайсың? Соның 80-90-ына айлығында жұмыс істейді дейсің мені? Сен жұмыс істемесең қалай күн көресің? Жұмыс істемей өмір сүруге болады бізге. Қалайша? Мемлекеттің бүкіл таблицасы біздің елде бар ғой. Ақымақ. Таблицасы бүкіл сенің еліңде болса, сонда жатып ішпекшісің ба? Әке, жердің асты толған байлық. Соның қашан рахатын көреміз біз? Ақымақ. Жер асты байлығының рахатын жердің астына барғанда көресің. Не қыласың? Сен тірі адамсың, жердің бетінде жүрсің. Бұйырған теріп алып, несібіңді жеп жүре берсей. Жердің астына аңсағанда жердің астына кетіп жатыр өздері. Қанағат деген бол керек адамда, қанағат. Онда мен списоккілері етіктерін дайындай берейін. Бар, мен баяғы ескі етігін киіп бара бер, жарайды сол. Қанағат 80 жетер айтып. Бар, молодец. Ең дұрыс сол. Адам бар ғой, еркектер жігерлі болу керек. Еркек намысты болу керек, жігерлі болу керек. Осы ақсақал деймін да, бағанадан бері еркек деп бізге осындай айтып жатсыз ғой. Шыныңызды айтыңызшы, нағыз еркек қандай болу керек, айтыңызшы. Нағыз еркек па? Бір ауыз сөзбен айтайын ба? Айтыңызшы. Нағыз еркек таңертең ерте тұру керек. Сағат 5-те. Сосын мұздай душты қабылдау керек. Кофені ішіп алу керек. Сөйтіп ана төсекте жатқан сүйіктісін жай ғана барып бір иіскеп сүйіп алу керек. Сөйтіп есіктен шығып, сықырлатпай, ешкімді оятып алмай. Есікті жауып, машинасында отыруыкта өзінің үйіне қайту керек қой. Еш жаққа бұрылмай. Міне, нағыз еркектер сонда болады. Өзінің үйіне қайту керек? Көпті оқығаннан емес, көпті көргеннен сұра деген ғой. Көпті көрген атамыз, көпті көрген. Мына нағыз еркек сонда болады. Гүлік Батыр, елімізге жау шапты. Көлшетай құсамай бетіңді ше. Ассалаумағалейкум. Рахымдай. Ковид-19-тан амансыздар ма? Гүлік Батыр, елімізге жау шапты. Сізден басқа қол басайтын батыр қалмады. Менен басқа батыр құрып қалды ма сонда? Ғалым батырға барсам, кеше ғана вақтыда соғыстан келіп шаршап жатыр екен. Нұрхат батырға барсам, 5 садыр және жазып, құдалыққа кетіп қапты. Гүлік Батыр, өзіңізден басқа батыр қалмады. Қазағым-ай, ат айналып қазығын табар, жау айналып батырын табар деген. Ендеше бүткіл сарбаздар қайт, атқа қонсын. Жігіттер, атқа қоныңдар. Бәрі атқа қонды ма? Иә. Енді барлығы үйлеріне қарай шапсын. Неменеге? Онлайн соқсамыз.